Телефондағы eGov Mobile'ға біздің ECP ключімізбен кіру үшін ең алдымен осы ECP ключті телефонға сақтап аламыз. ECP ключінің үстін басамыз. Осы жерде төменгі жақтағы стрелкамен біз өзіміздің файлға сақтаймыз. Телефондағы файлға. Сохранить файлы дейді. Осы жерге ешқандай атын өзгертусіз сохранить етеміз. Сохранить етіп алды. Так, одан кейін eGov Mobile'ға кіреміз. Осы жерде төменгі жақта профильді басамыз. Авторизоваться деп басамыз. Және де использовать мой ECP деген. Осыны таңдаймыз. ECP для подписи деген жерге стрелкаде добавить ECP дейміз. Және де біздің жаңағы сохранить еткен файлдағы бүгінгі күнге ең бірінші тұрғанды аламыз. Бізге мына жерге көшірілді и осыны басамыз. Пароль міндетті түрде тереміз. Так, войти дейміз. Және осы жерде өзімізге 4 сандық пароль код қоямыз. 2 рет, яғни так, ознакомлено дейміз. Не сейчас саламыз. eGovқа кіру үшін бізде ең алдымен вход на портал деп шығады. Осылайынан потом осы жерде QR және ECP тұрады бізде мінекей. Осы жерде біз QR код дегенді таңдаймыз. Және де мына қарасаңыздар, ең төменгі жақта eGov QR деген тұрады. Осы менен біз сканировать етеміз QR-ды. Мінекей бізде автоматты түрде eGovқа өтеміз.